Оңай әрі тез дайындалатын үй жағдайындағы пиццаны дайындаймыз. Ол үшін ең алдымен суымыздың үстіне 2 ас қасық қантымызды қосамыз. Кейін жарты шай қасық тұзымызды қосамыз. Оның үстіне дрожжымызды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Кейін 2 ас қасық сұйық майымызды қосып, еліктен өткізілген ұнмен жақсылап қамыр илейтін боламыз. Және де ол қамыр жұмсақ болуы қажет. Кейін барлығын қамырымызды жасап болғаннан кейін, оның бетін жауып, жылы жерге 30 минутқа қойып қоямыз. Осы аралықта біз салмасын дайындайтын боламыз. Мен салмасына қызанақ пен колбасаны алдым. Барлығын өздеріңіз қалағандарыңызша турайсыздар. Және де кез келген салманы салуға болады. Мысалы, тәтті бұрыш, және де тағы басқалары. Міне осы аралықта біздің қамырымыз көтеріліп қалды. Қамырымыз бұл 2 пиццаға арналған 2 бөлікке бөліп, кейін оның біреуін жаятын боламыз. Мен оқтаумен жайдым, кейін біздің табамызға қойып алдым. Ал сіздер кез келген жағдайда жая аласыздар. Осы жайғаннан соң біз енді соусымызды дайындайтын боламыз. Соусқа томатты да қоссаңыздар болады, ал мен кетчуп пен майонезді араластырып жақтым үй жағдайында болған соң. Содан кейін барлығын араластырып жағып, өз қалауларыңызша жаңағы қызанақ пен колбасаны қойдым. Міне осыдан кейін бізде керемет пицца дайын болды. Осыны 180 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Егер ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, каналға тіркеліп кетіңіздер.